Барлығына сәлем, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір осындай узордың тоқылу жолын көрсетемін. Өте әдемі, тоқылу жолы өте оңай. Алдынан осындай болып көрінеді, арт жағынан осындай болады. Екі жағы да бірдей, мына жағы оң, мына жағы теріс болып көрінеді. Бұндай узорды летний кофточкаларға тоққанға, топиктарға тоққанға өте әдемі көрінеді. Тоқылу жолы өте оңай. Мен бірінші 2-ге 2 резинка алып тоқыдым. Екеуін оң, екеуін теріс қып, бірінші резинка алып тоқып алдым. Біздің узорымыздың графигі 4 жіптен тұрады. 4 жіптен құралады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңырашаны басып қойсаңыздар болады. Менің жаңа видеомда сонда бірінші болып көресіздер. Ол үшін бізге қазір мен резинкасыз жай тоқып көрсетейін. Осындай қызыл жіппен тоқып көрсетемін қазір. Біздің узорымыз 4 жіптен тұрады. Екі жақ шетінен бір-бірден алам. Сонда 4, 8, 12, 16, 22 жіп алдым. Мен 22 жіп алдым. Бірінші қатар теріс тоқып алдым. Енді екінші қатар біздің енді узорымызға келді. Екі жіпті біз алдынан осылай бірге тоқып аламыз. Одан кейін біреу, екі жіп іліп аламыз. Одан кейін екі жіпті осылай бірге тоқимыз, солға қаратып. Екі жіпті осылай астыңғы жағынан оңға қарай аламыз. Біреу, екі жіп іліп аламыз. Екі жіпті бірге тоқимыз, солға қаратып. Ендігі екі жіпті оңға қаратып бірге тоқимыз. Біреу, екі жіп іліп аламыз. Солға қаратамыз. Астыңғы жағынан оңға қарай аламыз, екі жіпті бірге. Біреу, екі жіп іліп аламыз. Екі жіпті солға қарай. Енді оңға қарай аламыз. Онан кейін біреу, екі жіп іліп аламыз. Екеуін солға қарай қаратамыз. Соңғысын теріс тоқимыз. Айналдырамыз. Біріншісін тоқымай іліп аламыз. Теріс тоқимыз. Біреу. Іліп алған жібіміздің біреуін осылай теріс тоқимыз. Тартып тұрып, екіншісін де босатамыз. Осылай болу керек бізде. Аса бос тоқымаймыз, тартып тоқимыз. Барлығын теріс тоқимыз осылай. Екінші жіпті босатамыз. Бізде осындай болады. Барлығын осылай тоқып шығамыз қазір.
Бізде сонда үлкендеу тесік пайда болады. Если бір-ақ рет жіп іліп алып істейтін болсаңыздар, онда кішкене біздің тесігіміз кішірек болып көрінеді. Алдыға қаратамыз. Үшінші қатар біреуін іліп алдық. Одан кейін 10 тоқимыз. Біреу. Іліп алған жіптен екеу. Енді мынау тесіктен тағы бір жіпті іліп аламыз. Осылай тоқып. 3, 4 болды. 4 жіп біздің осы узорымыздың графигі. Біреу, екеу, үшінші жіпті осына тесіктен іліп аламыз. Үшінші жіпті мына тесіктен іліп аламыз. 4 болды. Біреу, екеу, үшеу, 4. Осылай барлығын тоқып шығамыз. Төртінші қатар бізде барлығын осылай теріс тоқып шығамыз. Барлығын осылай теріс тоқып шығамыз. Бізде осындай узорымыз шықты. Енді екінші біреу, екі жіпті жай тоқып аламыз. Одан кейін екі жіпті осылай бетін осылай айналдырып алып, қайтадан өткізіп, екі жіпті бірге осылай тоқимыз оңға қарай. Біреу, екі жіп іліп алдым. Екі жіпті осылай оңға қаратам. Біреу, екі жіп іліп алам. Екі жіпті солға қарай тоқим бірге. Мынаның бетін өзіме қаратып аламын осылай. Бізде айналып кетпеу керек. Екі жіпті осылай оңға қарай тоқим астынан. Біреу, екі жіп іліп алып. Екеуін өзімізге қаратамыз осылай. Екінші қатар узорымыздың барлығын осылай теріс тоқимыз. Іліп алған жібімізді біреу осылай босатамыз. Кішкене тығыздау тоқимыз. Осылай барлығын теріс тоқып аламыз. Барлығын осылай теріс тоқып шығамыз. Бос тоқымаймыз, тартып тоқимыз. Енді барлығын тоқимыз. Екеуін тоқып алдық. Енді біздің узордың графигі.
Біреу, екі. Енді мына тесіктен осылай біреу алып тоқимыз. Төртеу болды бізде міне. Біреу, екі, үшеу, төртеу. Барлығын осылай тоқып шығамыз. Біреу, екі, үш, төрт. Соңғы екеуін осылай тоқимыз. Бізде узор осындай болып шығады. Теріс тоқимыз. Біреу. Барлығын теріс тоқып аламыз. Біздің узорымыз осындай болып шығады. Біреуін. Енді мына екі жіпті осылай оңға қаратып аламыз. Бетін. Осылай оң жаққа қарай екеуін бірге тоқимыз. Біреу, екеуін екі жіп іліп алдық. Екеуін сол жаққа қарай бірге. Екеуін бетін өзімізге қаратып аламыз осылай. Біреу, екі жіп іліп алдық. Екеуін бірге тоқимыз. Екеуін бетін бері қаратамыз. Біреу, екі жіп іліп аламыз. Екеуін бері қаратамыз. Біреу, екеу. Біреу, екеу. Бір, екі. Екі жіпті осылай солға, соңғысын осылай біз теріс тоқимыз. Аударамыз. Барлығын осылай теріс тоқып аламыз. Мына жер кішкене тартыңқырап тоқимыз. Бізде осындай болады тесігіміз. Барлығын осылай тоқып аламыз. Айналдырамын. Біреу, екі. Енді мынау тесіктен осылай тағы бір жіпті іліп аламыз. Үшеу, төртеу. Бір, екі, үш, төрт. Біздің узорымыз төрт жіптен тұрады. Екеу, үш, төрт. Бір жіпті осылай ортасынан іліп аламыз бұл тесіктен. Біздің узорымыз осындай болып шығады. Тоқу жолы өте оңай. Осындай болады. Мен мына жерде кішкене жіңішке жіппен тоқыдым. Мына жерде қалыңдау жіппен тоқыдым. Екеуі де әдемі көрінеді.
Менің видеомда аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.